Қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға қырыққабат қосылған, дәл осындай өте керемет болып шығатын жеңіл салаттың рецептісін көрсеткім келіп тұр. Олай болса, менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осындай керемет салатты сіздер менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен қажетті өнімдерімізді айтқым келіп тұр. Балғын қырыққабат, 2 қияр, укроп және 2 сарымсақ, қызанақ және консервідегі жүгері қажет болады. Ең алдымен осы салатымыздың қырыққабатын турап дайындайтын боламыз. Ол үшін қырыққабатты дәл ортасынан бөліп, ортасындағы қатты сағасын алып тастайтын боламын. Және осы қырыққабатты теңде 2 бөлікке бөліп, жіңішкелеп, ұзыншалап турап алатын боламын. Дәл осы өнімдерден бізде 2 жерден салат шығатын болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай өнімдерін азайтуға немесе көбейтуге болады. Дәл осылай қырыққабаттың тең жартысын ұзыншалап, әдемілеп турап алатын боламын. Келесі кезекте қырыққабатымыздан кейін қиярды домалақтап тураймын және осы домалақтап туралған қиярларымды ұзыншалап турап алатын боламын. Осымен біздің қиярларымыз дайын. Қырыққабаттың үстінен қиярды салып, келесі кезекте қызанақтарды турап алатын боламын. Қызанақты да дәл осы видеодағыдай ұзыншалап, жіңішкелеп турап қосқан дұрыс. Менің каналымда дәл осы салаттан басқа көптеген жеңіл салаттардың, дәмді салаттардың рецептілері бар. Және де ерекше кешкі астың, ұннан жасалған тағамдардың, тәтті тағамдардың рецепттерін көрсеңіздер болады. Келесі кезекте 2 сарымсақты майдалап турап алатын боламын. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Дәл осылай сарымсақтарымызды дайындап турап алғаннан кейін салаттың үстінен сарымсақты салатын боламын. Сарымсақтың қосу, қоспау өзіңіздің қалауыңызға қарай. Келесі кезекте укропты да дәл осылай майдалап турап алатын боламын. Егер де сіздер укропты ұнатпайтын болсаңыздар, укроптың орнына көк пиязды немесе петрушканы қосуға болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Келесі кезекте укроптарымызды салаттың үстінен салып аламыз. Үстінен консервідегі жүгеріні саламын және татымына қарай тұз қосып, майонез салып, осы салатымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте керемет салатымыз дайын, өте пайдалы, жеңіл, әсіресе етті тағамдармен, кәуаппен, балықпен және ет асқан кезде, бешбармақ дайындаған кезде дәл осы салатты дастарханға қоятын болсаңыздар, өте керемет болатын болады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболат қызы.